ауданы Алтынбек Тарбай атындағы жалпы мектебі. Қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі Мұсалиева Фарида. Сабақтың тақырыбы атақты биотехнологтер. Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біздің қарастыратын оқу мақсаттарымыз әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау. Екінші, жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі ғалымдардың есімдерін білеміз бе? Егер білетін болсақ, олар туралы мәліметті айтып пікір қалдырамыз. Бірінші, осы сабаққа қатысты біз атақты биотехнологтар қайда жұмыс істейді және олар қалай жұмыс? Атақты биотехнологтер Рахымбаев 1937 жылдың 20 қаңтарында Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Рахат ауылында дүниеге келген. 1960 жылы Мәскеудің Тимирязев атындағы ауыл шаруашылық академиясын бітіріп, 1963 жылға дейін Ботаника институтының биохимия зертханасын ғылыми зерттеу қызметкері болды. Мәтіннің мазмұнымен таныстық. Енді мәтіннің тақырыбы не, қызметі қандай, идеясы қандай, тілдік ерекшелігі мен құрылымы қандай, осыған назар аударамыз. Біз өткен сабағымызда айтып өткен болатынбыз, мәтіннің құрылымын талдамас бұрын біз мәтіннің түрлерін ажыратып аламыз. Әңгімелеу, сипаттау, пайымдау. Олай болса, бұл мәтінді қайсысына жатқызамыз? Сол туралы талдап шығамыз. Келесі, мәтіннің стилін табамыз. Қазақ тілінде 5 түрлі стиль бар. Ауызекі сөйлеу стилі, ғылыми стиль, ресми қағаздар стилі, публицистикалық стиль және көркем әдебиет стильдері. Енді, балалар, біз мәтінді талдап болғаннан кейін мақсатымыз мезгіл бағыныңқыл сабақтас құрмалас сөйлем дегеніміз не? Ол бағыныңқы сөйлем, басыңқы сөйлемдегі ойдың болу мезгілін білдіретін құрмаластың түрін біз мезгіл бағыныңқылы құрмалас дейміз. Қашан, қашаннан бері, қашанға шейін деген сұрақтарға жауап береді. Мезгіл бағыныңқылы сөйлемнің баяндауыштары мынадай тұлғалардан жасалады. Бірінші, жаты септік тұлғаларындағы есімшеден болады. Екеуі ұмыт үйден шыққанда, қонақтардың соңы әлі тараған жоқты. Шыққанда деген. Есімше тұлғалы етістік пен кезде, күнде, шақта, уақытта деген мезгіл мәнді сөздердің тіркесінен болады. Күн ясына төгіліп және шығыс септік тұлғасындағы есімше мен шейін, дейін, кейін, соң, бері шылауларының тіркесінен болады. Сейіттің әке-шешесі даланың бір айналсаң қырғыны өлгеннен кейін игілік қалған мал-мүлкін жинап алғысы кеп жетім баланы өз қасына алдырған дегенде өлгеннен кейін, олар өлгеннен кейін деген сөзде мезгілді білдіріп тұр. Шаще тұлғалы есімшеден болады. Зейнептен апасын сұрағанша отырған жерін өзім таптым. Көсемшенің қалы келі тұлғасында болады. Барластар келгелі Құнанбай бұл үйіне кеп қонған емес. Ісімен қосымшалы етістікпен болады. Бүгін қара жел басталысымен қиыршықтап қар да түсе бастады. Яғни бұл жерде басталысымен деген сөз арқылы жасалып тұр екен. Тапсырма. Мезгіл бағыныңқыл сабақтас құрмаластың жасалу жолдарына сай сөйлемдер құраңдар. Яғни еркін жазу беремін. Алдыңғы біздің мәтініміздің тақырыбына сай әртүрлі сөйлемдерді құрастырып жазамыз. 6-шы тапсырма. Бұл жерде біз оқу мақсатымыздың жоспарын орындаймыз. Яғни жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша. 6-шы тапсырма. Бұл жерде біз оқу мақсатымыздың жоспарын орындаймыз. Яғни жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құрыңдар. Сен биотехнолог ғалымсың, жоспарыңды құрып шық. Қандай мақсатың бар? Осы тақырыпқа сай кіріспе бөлімді, негізгі бөлімді және оның бөлімшелерін, сондай-ақ қорытынды бөлімді жазып шығамыз. Келесі тапсырма борт журналын толтыру. Яғни қазақстандық биотехнолог ғалымдар туралы деректер жинаңдар. Ондай жай сөйлемдерді мезгіл бағыныңқыл сабақтас құрмалас сөйлемге айналдырамыз. Яғни сен биотехнолог ғалымсың, жоспарыңды құрып шық. Екінші бағанға құрмалас сөйлемдерді тақырыпқа сай кіріспе бөлімді, негізгі бөлімді және оның бөлімдерді
келесі кездескенше сау болыңыздар.